Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге сабағымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Тұрсынбаева Маржан Елешевна. Бүгінгі сабақты өндірістік санитария және еңбек гигиенасы деп аталатын еңбекті қорғаудың жаңа тарауынан бастаймыз. Сабақтың тақырыбы өндірістік ғимараттар мен жұмыс орындарына қойылатын санитарлық және гигиеналық талаптар. Сабақтың мазмұны қауіпті және зиянды факторлардың анықтамасын беру, олардың адам ағзасына әсерін түсіндіру, жұмысшыларды осы аталған факторлардан қорғану әдістерімен таныстыру. Сабақтың негізгі мақсаты зиянды факторлар ықпалындағы жұмысшыларға нормативті құжаттарды қолдануды үйрету, денсаулық пен қауіпсіз еңбек жағдайларын оқыту, түсіндіру. Жалпы өндірістік санитария деп біз нені айтамыз? Өндірістік санитария деп жұмысшыларға өндіріс ортасының қолайсыз шарттарының әсер ету деңгейін төмендетуге бағытталған іс-шаралар жүйесін айтады. Өндіріс ортасының қолайсыз шарттары жұмысшылардың еңбекке қабілеттілігін төмендететініне қарап қана қоймай, сонымен қатар жұмысшылардың жарақаттануға және шығаратын өнімдердің сапасын төмендетуге әкеп соқтыратыны белгілі. Сондықтан өндіріс ортасының қолайсыз шарттары жұмысшының денсаулығын бұзуы және әртүрлі ауруларға душар етуі мүмкін. Міне, осындай қолайсыз жағдайлардың туындамауы үшін өндірісте өндірістік санитария енгізіледі. Жұмысшылардың еңбек гигиенасы саласында хабардар болуы, кәсіби ауруларды тудыратын себептерді білуі, сондықтан оларды алдын алу мен өндірістегі жарақат алу санын едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Еңбек гигиенасы немесе кәсіби гигиена Енді өздеріңіз аңғарғандай, қазіргі өндірістің күннен күнге автоматтандырылуы жедел қарқынмен арта бастады. Осыған сәйкес, енді адамға әрі басқарушы, әрі орындаушы болу міндеті жүктеліп отыр. Адамның психофизиологиялық мүмкіндіктерін және дене өлшемі сипаттарын, еңбек жағдайларын, жұмыс сипатын кешенді ескеретін операторшы адамның жұмыс орнын ұйымдастыру қазіргі дамып келе жатқан ғылым эргономиканың пәні болып табылады. Жалпы эргономикасы деген сөз сіздерге таныс па? Эргономика бұл адам және машина, техника, орта. Яғни айтқанда, эргономика бұл ғылыми пән. Ол қазіргі өндірістегі адам еңбегін нақты жағдайда кешенді зерттейді. Эргономикалық ізденістер
адам машина жүйелерін зерттеді және әзірледі десек, атап айтқанда, бұл адамды, машинаны, қоршаған ортаны осылардың нақты жағдайда өзара әрекеттесу сипатын және өндіріс сипатын ұйымдастыру және адам үшін ең қолайлы басқару нысанымен машинамен әрекеттесудің оңтайлы жағдайларын қамтамасыз ететін жұмыс орындарын жасауда болып табылады. Адам машина жүйесі тиімді қызмет етуі және адам денсаулығына зиян келтірмеу үшін ең алдымен машина мен адам арасындағы үйлесімділік қамтамасыз етілуі керек. Адамның машинамен үйлесімділігі оның антропометриялық, сенсомоторлық, энергетикалық, яғни биомеханикалық десек болады, және жүйке физиологиялық үйлесімділігімен анықталады. Антропометриялық үйлесімділік адам денесінің мөлшерін және тағы басқа статикалық сипатталар және динамикалық сипаттарын, дене бөліктерінің бұрылу бұрыштары қолжетімді аумағы жатады. Гигиена саласы. Еңбек гигиенасының Қазақстандағы ғылым ретінде қалыптасуы Қазақ медицина институтының, қазіргі медицина университетін айтсақ болады, санитарлық гигиеналық факультетінің ашылуымен байланысты. Бұл 1942 жыл болатыны. Одан кейін бұл саладағы жүйелі ғылыми зерттеулер Қазақстан ұлттық академиясының еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар секторына басталды. Ол 1946 жыл шамасы. Ал 1950 жылдары еңбек гигиенасы мәселесімен Қазақ эпидемиология, микробиология және жұқпалы аурулар ғылыми зерттеу институты, қазіргі гигиена және эпидемиология ғылыми зерттеу орталығы айналысты. Сонымен еңбек гигиенасының негізгі бағыттары өндірістегі әртүрлі физика, химия, биология, яғни осы салада алып қарағанда әртүрлі шаң тозаң, шу, діріл, улы заттар, газ тәріздес, сәуле, ыстық немесе суық температура, тағы осындай бір зиянды факторлардың адам организміне тигізетін әсерін зерттеу болып табылады. Ендеше, өндірістің зияндық жағдайларын жоюда инженерлік, техникалық, механикалық мамандандыру шараларын жетілдіру арқылы іске асыру тағы басқа. Бүкіл өндіріс орындарының тазалығы, ауа айналымы, яғни бөлмені желдету, жарықтандыру, өндірістік сәулелер мен шуылды әсерінен қорғану шаралары тағы басқа осының барлығын зерттейтін еңбек гигиенасы болып табылады. Жалпы айтқанда, еңбек гигиенасы өндірістік санитария талаптарымен тікелей байланыста. Бірін-бірінсіз ажыратуға болмайды. Ендеше еңбек гигиенасы физиология, токсикология, химия, физика, санитария, статистика және кәсіби патология ғылымдарымен де тығыз байланысты екен. Сонымен, еңбек гигиенасының тәжірибе жүзіндегі ұсыныстарының орындалуын санитарлық эпидемиологиялық станциялар қадағалап отырады. Сондай-ақ санитарлық ережелер мен нормалар мемлекеттік стандарттарының шектеулі мөлшерде алынған нормативтік құжаттарына сәйкес дайындалады екен. Сонымен, бүгінгі біздің қарастырған тақырып сіздерге түсінікті болса, үйге тапсырманы белгілейік. Осы тапсырма бойынша берілген сұрақтарға жауаптар ізденеміз және қазіргі таңда еңбек заңдарында қандай өзгерістер болып жатыр, санитарлық нормаларға қатысты қандай нормативтарда, адам құқығында, жаңа заңдарда қабылданғандығына тоқталып өтсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, амандықта болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.